Бүгін қала әкімі де желтоқсан оқиғасына қатысқан 10 адамға медаль тақты. Олар осыдан 30 жыл бұрын ел тәуелсіздігін аңсаған қазақ жастар еді. Желтоқсанның ызғарлы күні Алматыда алаңға жиналған жалынды жастар бүгінде орта буын өкілдері. Олар атана атанып ұрпақ өрбітіп отыр. Бірақ еске түссе желтоқсан желі әлі де тоңдыратынын айтады. Гүлсім Амантаева осыдан 30 жыл бұрын қыздар педагогикалық институтында оқып жүрді. 1986 жыл 22 жастағы студенттің диплом алып ауылға қайтар кезі болатын. Сол жылдың желтоқсан оқиғасы қазақтың жүрегіне от тастап жігерін жандырды. Гүлсім Омарқызы 30 жыл өтсе де оны ұмытқан жоқ. Алаңда жалынды, екпінді албырт жастар Елімай және менің Қазақстаным әндерін қосылып шырқағанда қазақ аспанында тәуелсіздіктің жыры орындалып жатқанда еді. Жалпы мен алаңға келген кезде мен ерекше есімде қалғаны мынау Елімай әні. Одан кейін Шәмші Қалдаяқовтың Қазақстаным әні, алтын күн аспаны, алтын дән даласы, еліме қарашы, думанды бастаған еліме қарашы деп басталған. Осы әнді жалпы осы алаңда тұрған жастар айтқан кезде біз әрине білген жоқпыз. Енді бір 20 жылдан кейін осы бір ән бізге рух берген, осы ән қазақтың әнұранына айналады деп. Бүгін қала әкімі Ильяс Испанов Гүлсім Омарқызы сияқты желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен кездесті. Кеуделеріне желтоқсанның 30 жылдығы естелік медалін тақты. Қоғамымыздың дамуына үлес қосып, тәуелсіз еліміздің бүгінгі күнге жетуіне ат салысқандарға бақыт, бейбітшілік, жарқын болашақ тіледі. Осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына сіздерді құттықтап келеді. Тәуелсіздік ол оңайлықпен келген жоқ, ол бір күнде болған жоқ. Бұл тәуелсіздіктің ең басты мәселесі, ол сіздердің де көптеген үлестеріңіз бар. Оған ешкім күмән келтірмейді. Себебі біздің ата-бабаларымыз сол заманнан бері қарай қазақ болғалы бері қарай бұл тәуелсіздікті өзінің бір ең алғашқы арманы деп есептеп келді. Әр дәуірде өзінің батырлары болды, өзінің тәуелсіздігіне әртүрлі қызмет жасаған азаматтар болды. Желтоқсан оқиғасы жүректерді қалды, халық жадында ұмытылмайды. Тарих бетінде тәуелсіздікті аңсаған қазақ жастарының ерлігіндей мәңгі сақталады. Әлия Оразай, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.